Армян Республикасынан әкелінген көліктерді тіркеу мерзімі 1 қыркүйек аяқталады. Тіркеу 1 маусым басталды. Қазақстан Республикасы үкіметінің 20 мамырдағы қаулысына сәйкес белгіленген мерзімнің аяқталуына 2 аптадан аз уақыт қалды. 1 маусымнан бастап 198 солтүстік Қазақстандық Армениядан әкелген автокөліктерін тіркеп үлгерді. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы құжаттарды сағаттанға 9-дан кешкі 6-ға дейін қабылдайды. Мамандардың айтуынша, егерде армян нөмірлері бар көлік иелері темір тұлпарларын аталған мерзімге дейін тіркелмесе, машина Қазақстан Республикасы аумағынан шығарылады. Аталмыш көлікті тіркеу үшін және жеке басты куәландыратын құжат, мемлекеттік тіркеу жарнасын төлегені туралы құжат. Армения Республикасының уәкілетті органы берген көлік құралын тіркеу туралы куәлігі, көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірі және машинаның қауіпсіздігі туралы сертификат қажет. Армян нөмірі бар темір тұлпарды тіркеу 11.946 теңгені құрайды. Азаматтар өздерінің мүмкіншіліктерін жіберіп алмас үшін осындай жұмыстарды біз жалғастырудамыз. Әрдайым ақпараттар беріп тұрамыз халыққа. Осы халыққа қызмет көрсету орталықтарында полиция департаментінің солтүстік Қазақстан облысы процессинг орталықтың қызметкері кезекшілік атқаруда. Кез келген адам өздерінің сұрақтарын келіп қойып, қандай құжаттар, қандай рәсімдеу үшін, қандай құжаттар керектігі жайында ақпарат алуларыңызға болады.